Халқымыз ежелден Рамазанды ерекше қастерлеп, 12 айдың сұлтаны деп атаған. Берекесі мол айда Рамазан жырын айтып, оразаның келгенін қуанышпен жеткізіп, насихаттаған. Ал ауыз ашар дастарханы рухани сұхбаттың бата мен ізгі тілектің қайнары болған. Ауыз бекіткен адамды айрықша қадірлеп, оған ауыз ашар беру бағыздан келе жатқан салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ұлық айды ерекше бағалап, үмметіне үлгі қалдырған. Имам Ахмад жеткізген риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Режеп айы кірген уақытта: «Уа Алла, бізге Режеп пен Шағбанның берекесін бер, Рамазанға аман сау жеткізе көр» деп тілек тілеген екен. Алла тағала: «Уа мүміндер, өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім сол арқылы күнә атаулыдан сақтанып тақуалыққа жетерсіңдер». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шындығында дін жеңіл деген. Ислам дініндегі әрбір ғибадаттың, парыздың оңтайлы тұстары бар. Өйткені аятта айтылғандай, хақ тағала пенделеріне ауыр істі жүктеп қиындыққа душар етуді қаламайды. Сондықтан егер бір кісі Рамазан айында науқас болса немесе сапарда жүрсе, кейінірек сауыққанда немесе еліне қайтқанда қазасын өтеуіне болады. Бұл Алла тағала тарапынан берілген үлкен нығмет, жеңілдік. Адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлық айдың ерекшелігі жайлы. Рамазан айының алғашқы түні болғанда шайтандар мен жаман жындар кісенделеді. Тозақтың қақпалары жабылады да біреуі де ашылмайды. Жұмақтың қақпалары айқара ашылады да біреуі де жабылмайды. Бір жаршы: «Ей жақсылық қалаушы баста, ей жамандық қалаушы таста. Алланың тозақтан азат ететін құлдары бар» деп жар салады. Әрбір түні осылай айтылады. Имам Мүслім таратқан риуаятта Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Адам баласының әрбір іс амалы 10-700 есеге дейін көбейтіледі. Алла былай дейді: тек оразаның жөні бөлек, оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол мен үшін қызықтардан, ішіп жемнен бас тартқан. Ораза тұтушының екі қуанышы бар. Біріншісі оразасын ашқанда, ал екіншісі Раббысымен жолыққанда». Сөзсіз ораза тұтушының аузынан шыққан иіс Алланың құзырында хош иісті мисіктен артық. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен сауапты бір Алладан ғана күтіп ораза ұстаса, бұрын соңды жасаған күнәлары түгелдей кешіріледі. Рамазан айының ерекшеліктерінің бірі адамзатқа ақ пен қараны ажырату үшін Құран түскен. Алла тағала Рамазан айы сондай бір ай, ол айда адам баласына тура жол және ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді. Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ардақты аяттардың түсірілуі осы айдағы қасиетті түндердің бірінде басталды. Ол түн 1000 айдан қадірлі қадір түні еді. Айша радиаллаху анамыздан келген риуаяттан көреміз: Құранды шебер оқуға машықтанған жан Құранды жазуға тағайындалған мәртебелі періштелермен бірге болады. Ал Құранды оқығанда кекештеніп қиналса, 2 сауап алады деген. Рамазан тәубе айы. Рамазан айы жылына бір рет келетін зор мүмкіндік. Ғибадат айында ерекше рухани іс-амалдарды електен өткізіп, иманды жаңартуға, ізгілік істер арқылы жүректі жұмсартуға болады. Ал осы бір мүмкіндікті пайдалана алмау нағыз өкінішті жағдайға түсіреді. Әл-Хаким таратқан риуаят бойынша бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына мінберді әкелуге бұйырады. Сосын әкелінген мінберге көтеріліп бара жатып, әмин деп 3 рет айтады. Сосын қайдадан төмен түседі. Сахабалары мұның мәнісін сұрайды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Маған Жәбірейіл ғалейхиссалам көрініп, Рамазанға жетсе де күнәсі кешірілмеген жан аулақ кетсін деді. Мен әмин дедім. Екінші мәрте көтерілгенімде сенің есімің аталғанда салауат айтпаған жан аулақ кетсін деді. Мен әмин дедім. Үшінші мәрте көтеріле бергенімде ата-анасының екеуі не біреуі көз алдында қартая тұра жұмаққа кіруіне себепкер бола алмаған, яғни ата-анасына лайықты қызмет ете алмаған жан аулақ кетсін деді. Мен тағы да әмин дедім» деген. Рамазан тақуалық айы.
Алла тағала: әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды, әрине сақтанарсыңдар. Өз-өзіне есеп беру ізгі пенделердің дағдысы, мұсылманның иманын жаңартып түлететін ой таразысы, пікірі мен түсінігін туралап түзейтін тезі. Бұл туралы мұсылман тарихында талай ділмәрлер, тақуалар түрлі айшықты ойларын айтып кеткен. Омар ибн Хаттабтан радиаллаху қалған мынандай мәшһүр өсиет бар: есепке алынбастан бұрын өздеріңнен есеп алыңдар, оны таразыға түспестен бұрын таразылаңдар, ең үлкен тексеру күніне дайын болыңдар. Хасан Басри былай дейді: мүмкін адам өз нәпсісінің қожайыны, Алланың разылығы үшін өз-өзінен есеп алып отырады. Осы дүниеде өз-өзіне есеп бергендердің қиямет күнгі есептері жеңіл болады екен де, керісінше әрбір ішті еш есепсіз қалай болса солай істейтіндердің қиямет күніндегі есебі өте ауыр болады екен. Расында да халық аңызындағы Аяз би секілді әрбір адам баласы бір сәт өз ісіне есеп беріп, нәпсінің жағдайына баға беріп отырмаса болмайды. Аяз би кедей кезіндегі шоқпыт-шоқпыт шекпенін үйінің жоғарғы бір жеріне іліп қойыпты. Нәпсісі дандайсып, шектен шыға бастағанда ақ сол шекпеніне қарап бұрынғы халін есіне түсіріп: Аяз би, жолыңды біл, құмырсқа әліңді біл деп, өрекпіген көңілін сабасына түсіріп тәубесіне келіп отырады екен. Рамазан сабырлық айы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм ораза ұстаушыға былайша өсиет еткен: ораза күні сендердің ешқайсыларың жаман сөз айтып дауыс көтермесін. Ал егер біреу оны балағаттаса, мен оразамын десін. Жалпы сабыр атаулы шариғи мағынада үшке бөлінеді. Алла тағаланың құлшылығын орындауда сабыр ету, Алла тағалаға тыйым салған нәрселерден тартынуда сабыр ету және жаратқанның жазмышына көркем түрде сабыр ету. Мұндағы құлшылық тағатқа сабыр етудің мағынасы намаз, ораза, зекет, қажылық сияқты парыз амалдарды қандай да бір қиыншылыққа қарамастан, ауа райының қолайсыздығына, ахуалдың қысылтаяңдығына қарамастан көркем сабырмен орындау дегенді білдіреді. Хақ тағала Зүмәр сүресінің 10 аятында сондай сабырлы құлдардың сауабын есепсіз беретіндігі жайлы былай дейді: расында сабырлылар сауаптарын қисапсыз түрде молынан алады. Рамазан шүкіршілік айы. Шариғат пайымында шүкіршіл жүректің ең үлкен байлықтарының бірі. Ибн Аббастан радиаллаху жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм: кімге мына 4 нәрсе нәсіп етілсе, оған дүниенің де ақыреттің де игілігі берілген болады: шүкір етуші жүрек, зікір етуші тіл, сынаққа сабырлы тән және өз нәпсісінде де жарының малына да еш жамандық қаламайтын әйел деген. Ораза тұтушыға өсиет. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм осынау қасиетті де берекелі ай Рамазан айында қалай ғибадат жасады? Айша анамыз радиаллаху былай деп әңгімелейді: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм өте жомарт болатын, ал Рамазан айында одан да ерекше жомарттық көрсететін. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәләм Рамазан айында ғибадатта болсын, садаға беруде болсын ерекше жомарттық танытатын, құлшылықта ерекше ыжтиһат жасайтын. Айша анамыз радиаллаху Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм Рамазан айының соңғы 10 күндігінде ғибадатты ерекше ыждағаттылықпен орындап, түнін намазбен өткізіп, жанұясына намаз оқуға оятатын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм оразаның қадір қасиеті туралы айтқан хадистері көп. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм бір хадисте былай дейді: расында Алла өтірік айтуын доғармаған, бірақ біреудің ішіп жеуін тоқтатқанына мұқтаж емес. Ендеше ауызбен қоса тілмен де ораза тұтуымыз қажет. Ибн Мәжә жеткізген басқа бір риуаятта қаншама ораза тұтушылар бар, олардың бар тапқан пайдасы шөлдеу ғана деп, ораза ережелерін дұрыс сақтамаған кейбір адамдардың оразасын қабыл болмауы мүмкін екендігін ескерткен. Сондықтан ораза ұстаушы мұсылман өзін өсек аяңнан, өтірік, балағат сөздерден, ұрыс-керістен аулақ ұстауы тиіс. Ондай ортада үндемегеннің өзі сауап іс. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәләм бір хадисінде ораза тұтушының үндемеуі Аллаға тәсбих айтқанымен тең деген. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм басқа бір хадисінде таң алдындағы сәрені қалдырмаған ішіңдер, расында сәресінде құт береке бар.
Абу Хурайрадан радиаллаху жеткізген риуаятында Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза тұтушының ерекше қасиеттері жайында былай дейді: менің үмметіме Рамазан айында бұдан бұрын ешбір үмметке берілмеген 5 түрлі қасиет берілді. Бірінші, ораза тұтушының аузының иісі Алланың алдында хош иісі мескіктен сөзсіз артық болады. Екінші, ауыздарын ашқанша періштелер олар үшін Алладан истиғфар тілеп тұрады. Үшінші, Алла тағала Рамазан айының әрбір күнінде жәннатын безендіріп оған: менің ізгі құлдарымның ауыртпалықтар мен тауқыметтерін тастап саған кіретін күні жақын қалды дейді. Бұл айда жындардың біразы төртінші шынжырланып басқа айларда істейтін нәрселерін істей алмайды. Ал бесіншісі, соңғы түні болғанда олардың мұсылмандардың күнәлары кешіріледі. Сонда сахабалар: уа Расулалла, ол түн қадір түні ме деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жоқ, жұмысшы да ісін толық бітірген соң өзінің сыйын алмаушы ма еді, сол сияқты деген еді. Алла тағала оразамызды қабыл алып, елімізге тыныштық, отбасымызға амандық берсін.